бір күні мен абысынымның қатты аллергия болып ауырып қалғанын естимін. Сөйтемін да өзіне сразу звондап сұраймын. Жеше, не болды десем, дауыс шықпай қалған, уже беттері ісіп кеткен, жаңағы қолдарының барлығы қызарып кеткен, уже дұрыс сөйлей салмаймын дегеннен кейін WhatsApp-пен жазып сұрасам, ол кісі, оказывается, антибиотик алған екен. Антибиотик алған кезде қатты аллергия болып кеткен. И бір аптадан асқан. Скорый келеді, жаңағы алғашқы дәрілерді енгізеді, бірақ уақытша қояды да, қайтадан жаңа аллергиясы қозып, денесінің бәрі қып-қызыл бөртіп, қышиды. Содан кейін мен ол кісіге айтамын, давайте міндетті түрде сізге очистка керек, потому что сіздің қазір бауырыңыз не істеп тұр, интоксикация болып жатыр деп. Содан ол кісі сол менен өнімді алып, қалай ішіп бастады, солай бір аптаның ішінде жаңағы денесінің қызарғаны, қышығаны, бөрткенінің барлығы кетіп, маған рахметін айтып жатыр да. Аллаға шүкір, осындай өнім бар екен ғой, оған да жаңағыдай ішкеніме шүкір деп та, өзіне де рахмет айтып жатыр да, сені тыңдағаныма да шүкір деген